Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз 8-ші сынып Алматы баспасы ақпаратты өлшеудің алфавиттік әдісі. Ақпаратты өлшеудің алфавиттік әдісі дегеніміз не? Ең бірінші алфавит дегеніміз не? Соған тоқталайық. Жалпы алфавит дегеніміз ол бізде ақпаратты ұсыну үшін қолданылатын шектелген символдардың жиынтығы. Яғни алфавиттердегі символдардың толық саны алфавиттің қуаттылығы деп аталады. Например, біздің қазақ тілінде 42 әріп бар болатын болса, значит, біздің қазақ тілінің алфавиттік қуаттылығы ол 42-ге тең деген сөз. Бұл қалай жұмыс істейді? Бұл қалай жұмыс істейді дегенге былай айтайын. Яғни біз қаншалықты новый сөз болмаса, бір ерекше біз сөз ойлап тапқымыз келсе, біздің яғни ойлап табу мүмкіншілігіміз шектеулі, яғни 42 әріпке шектелген, яғни біз 42 әріптен артық қолдана алмаймыз деген сөз. Яғни осының қуаттылығы бар беретін мощності біздің сөздеріміздің осы 42 әріптің көмегімен. Яғни осыны айтқысы келіп тұр. Сонда біздің шарттың қорытынды алфавиттегі барлық символдары бірдей жиілікпен кездесетін болса, онда символдың ақпараттық көлемі харфле теңдеуімен шығады дейді. Яғни бұл жерде не айтқысы келіп тұр? Осы жердегі барлығы бірдей жиілікпен келетін болса, значит, бір әріпі осы харфле теңдеуінің формуласымен шығады дейді. Харфле теңдеуінің формуласы қандай? Харфле теңдеуінің формуласы n тең 2-нің x дәрежесі. Бірақ түсініңіздер, x деген айнымалы, ай болуы мүмкін, кейбір жерлерде n деп келуі мүмкін. Енді бұдан мынандай тұжырымдама шығарамыз. Значит, к символдан тұратын бүкіл мәтіндегі ақпарат көлемін есептеу үшін әр символдың ақпараттық салмағын q-ға көбейтеміз. Сонда біз айтқан какой-то бір информацияны, мысалға, соны есептеу үшін оның символдары міндетті түрде символ саны керек, және ол жердегі әрбір символдың ақпараттық салмағы керек. Сонда ақпараттық салмақты өлшеу үшін бізде ақпараттық бүкіл көлемі, осы жерде ақпаратта қолданылған символдар саны, ол еще ақпараттағы символдардың әрбір бір символдың ақпараттық салмағы керек деген сөз. Давайте осы жерде бір мысал жасап көрейік. Мысалға, былайынан жасайық, сурет салу құралдарына қазір мен фломастер таңдайын. Осы жерден бір сәлем әлем деген бір сөз жазып көрейін. Мысалға айтайын. Сәлем әлем. Елеп белгісімен. Осы жерде сәлем дегеніміз 5 әріп, әлем деген 4 әріп, тыныс белгімен 10 әріп, мына жерде ортасында пробел бар, мына жерде ол общий бізде 11 әріп. Сонда 11 әріп дегеніміз, значит, символ саны бұл бізде қаншаға тең? К тең болып тұр 11-ге. Тең болып тұр 11-ге. Ал енді қараңыздар, осы жерде n-іміз қаншаға тең? N-іміз қазақ тілі әріпінде 42-ге тең. Сонда осы жерден формулаға салайық. I тең k көбейтілген x. K-ның мәні бізде 11, көбейтеміз x-ге. X бізде белгісіз. X-ті біз n-нен ала аламыз. Сонда 42 тең болады 2-нің қай дәрежесіне? Ойланып көрейік. Егер де қанша ойлансаңыздар да, бұның жауабына жетпейсіздер, себебі 42 ешқандай сан 2-нің ешқандай дәрежесіне тең емес. Яғни 2-нің 5 дәрежесі 32-ге тең, 2-нің 6 дәрежесі 64-ге тең. Сонда формула қате ма деген бір логичный сұрақ туындауы мүмкін. Бірақ та ол қате емес. Жай ғана біз поправка береміз. Значит, есептерде, тесттерде келетін болса, n тең 2x дейміз. Бірақ та шын мәнісінде формуланың түрі мынандай болады. Шын мәнісіндегі формула n тең немесе кіші 2-нің ближайший дәрежесіне. Сонда 42 ол кіші немесе тең болады 2-нің 6 дәрежесіне. Сонда 11 көбейтеміз 6-ға, мына бізде x-ті береді, что 6-ға, сонда 66 бит болады. Түсінікті? Осы айтып жатқан нәрсем өте маңызды информация. Сонда біз үшін n тең 2x деген формула на самом деле n тең болады, немесе кіші болады 2-нің x дәрежесіне. Түсінікті? Түсінікті болса жақсы, кеттік. Біздегі келесі ақпаратымен қараңыздар. Ақпараттық санның шамасын мәтіннің ақпараттық көлемі деп атауға болады дейді. Ақпаратты тасымалдау жарамда ең аз қуаты 2-ге тең дейді. Значит, кемінде алфавитте 2 әріп болу керек, чтобы осы алфавиттік әдісті істеу үшін. Сонда не үшін? 2 дегеніміз 2-нің қанша дәрежесі? Ол 1 дәрежесі. Сонда екілік алфавитте қолданылған бір символ, ол бізде 1 битке тең.
Ал енді қараңыздар, далеко енді вперед кетпей қойын, бірақ та бізде болашақтағы тақырыптардың ішінде компьютердегі вообще любой информация 0 мен 1 мен кодталады. Сонда ол компьютер қолданатын бізде алфавит, значит, екілік алфавит қолданады, 1 мен 0-ді. Ал бізге көретін декодталған түрі көрінеді, бірақ это ладно, не об этом, но все равно біліп жүргендеріңіз дұрыс. Давайте отанда лучше бірінші мысалды қарастырайық. 20 символдан тұратын хабар 64 символдық алфавиттің әріптермен жазылған дейді. Ол қандай ақпарат мөлшерін көрсетеді дейді. Жауабы 120 бит. Ол 120 деген қақтан шықты. От соны талқылап көрсек болады екен. Значит, бітеміз. Біз осы жердегі так өркетейін қазір. Так, мысалы көрініп тұр. Так, бітейік. 20 символдан тұратын хабар 64 символдық алфавиттің әріптерімен жазылған дейді. Так, алфавиттермен жазылған, ол қандай ақпарат мөлшерін құрайды дейді. Так, бізде 20 символдан тұратыны белгілі болып тұр. Значит, 20 символдан тұратыны белгілі болса, ол бізде К болады. К тең 20-ға тең, ал N тең болады қаншаға? N тең болады 64-ке. Себебі 64 алфавиттік әріптермен жазылған дейді. Сонда табу керек нені? I-ды табу керек. I тең болады К көбейтілген X-ке. Сонда К-ның мына жерде мынау тұрады, X-ті бізге табу керек. X қақтын табамыз, N-нен табамыз. 2-ның X дәрежесі болады. Сонда 64 тең болады 2-ның қай дәрежесіне? 6 дәрежесіне. Сонда жауап былайынан болады. 20 көбейту 6, 120 бит деген осы жерден шығып тұр. Так, міне, осылайынан болады жауап. Түсінікті? Егер түсінікті болатын болса, былайынан жасайық. Так, мынаны алып тастайын. Мынаны удалить салайын. Қазір келесі есептерге кейде жасамау үшін. Мынаны қарап қоя саламын. Кеттік. Келесі бет. Так, мынау бізге қажет емес. Міне, бізге айтқан 32 символдық алфавит көмегімен жазылған хабар 40 символдан тұрады дейді. Значит, хабардың ақпарат көлемі. Ақпараттық көлемі дегеніміз I-ды табу керек. Бізде берілген N берілген. N-нің мәні 32-ке тең. Алфавит хабардан жазылған 40 символдан тұрса, ол бізде 40 ол К-ға тең. Значит, 40 көбейту болады, бұл жерде X-тен 5 алады, сонда 40 көбейту 5 200 бит болады. Ал 200 бит байтқа айналдырған кезде бізде 25 болады негізінде. Сонда осы есепті қазір шығарып көреміз. Так, мынау бізде керек емес уже. Так, мына есепті қараймыз қазір. Так. Так, осы жерден аламыз да қазір бірінші маған пен керек. Пен дегеніміз ручка, если что. Так. N тең 32, менде К тең 40-қа табу керек I-ды. Сұрақ. Так. Значит, мынаны аламын да. Былайынан тұра берсін. Мына. Тоже күшейте салайын. Сонымен пенмен қазір шығарам. Так. Сонда бізде мына жерде логично, бізде I тең болады К көбейтілген X-ға. 40 көбейтілген X жоқ бізде. 32 дегеніміз тең болады 2-ның 5 дәрежесіне. Сонда X-іміз бізде осы 5. Жауабы 200 болады. Енді 200-ді битті байтқа айналдыру үшін 8-ге бөлмейміз ба? Сол кезде бізде шығады 25 байт. Кітапта онда ошибкалар кетуі мүмкін. Себебі ол адами процесс. Так, мысалы, аяқта қазір калькулятор керек. Маған калькуляторды алайын. Калькулятордан мысалға 200-ді бөлемін. Так. Екі жүзді бөлемін 8-ге тең 25. 25 байт болу керек болған негіз. Келесі есепті қараймыз. Келесі есепте кітаптың 150 беті компьютерде терілген. Әр бетте 40 жол, әр жолда 60 символ. Так, қараңыздар, осы жерде мұқият қарайтын болсаңыздар, ешқандай N туралы ақпарат берілмеген. Осындай алфавиттің көмегімен жаздық деген сөз болмаған. Егер де осындай жағдайға тап болатын болсаңыздар, автоматически N тең 256 деп аласыздар.
значит оның кодталған түрі 1 байтпен кодталған. Ол бізде любой нәрсені терген кезде, компьютерде терген кезде, болмаса біз любой жерде қолданатын кезде, элементарно WhatsApp'та біз 256-лық алфавиттік қуаттылықпен жазамыз. Жалпы просто біліп жүріңіздер деп жатқаным ғой, бұл ақтан шықты, аяқтан шықты дегендерді айтпай қойын. Но просто білетін информация n тең 256. Егер ешқандай ақпарат берілмесе. Так. Удаль десек болады. Мынаны тоже удаль десек болады. Екінші үлгідегі есеп. Так, екінші үлгідегі есеп міне. Так. Екінші үлгідегі есеп міне. Так, К1-іміз тең болып тұр. К1-іміз тең болып тұр. К1-іміз тең болып тұр. Қаншаға? 150-ге. Бұл К1-іміз. Мынақта К2-іміз тең болып тұр 40-қа. К3-іміз тең болып тұр 60-ға. N тең болып тұр 256-ға табу керек айды. К бұл жерде тең болады. К1 көбейтілген К2 көбейтілген К3. Неге дейтін болсаңыздар, мысалы бір бет деп алайық. Бір бетте мысалға қанша жол бар дейді? 40 жол бар дейді. Осы 40 жолдың әр қайсы жолында 60 символдан бар, яғни 60 осындай символдан бар. Бұл сонда бір беттің символ санын табу үшін 40-та 60-а көбейтеміз. Ал енді ол бет саны 150 ғой, соответственно көбейтеміз 150-ге. Сонда барлығын бір-біріне көбейтсеңіздер, общий кітаптағы символдар саны шығады. В принципе, заманауи жететін нәрсе емес, просто бет, жол деген көрсеңіздер, бір-біріне көбейте беріңіздер үшін. Қатты углубляться етудің қажеті жоқ особо. Так. Бұл бізде жалпы үшеуінің шығатын қорытындысы 360 мың бізде символды береді. Ал енді айды табу үшін i тең kx, дұрыс па? Бізде k-ның мәні бар, x-ның мәні жоқ. Одан x-ті тауып аламыз. Тең 256, ол тең болады 2-ның 8 дәрежесіне. X-ның мәні 8-де тең болады. 360 мың көбейту 8 тең болады 2.880.000 бит болады. Осыны байтқа айналдыратын болсақ, бізде 360 мың қайтадан өзі болады. Ал неге айналдыратын болсақ, килобайтқа айналдыратын болсақ, ол кезде 1024-ке бөлу керек. Сол кезде 351-де қанша шығады? 56. Давайте осыны калькуляторда тексеріп көреміз. 360 мыңды бөлеміз 1024-ке. 351-де 56, 25 килобайт түрі шықты дейді. Так, осымен осы екінші есеп бітеді. И үшінші бізде үлгідегі есеп бар. Вот это нормальный есеп. Мына, қазақ алфавитінде 42 әріп тыныс белгілерімен 10 цифрды қоса есептегенде 64 символ деп қарастырайық дейді. Ағылшын алфавиті 26 әріп. Тыныс белгілерімен бірге 32 символ деп айтайық дейді. Қазақ алфавитіндегі 70 символдан құралған және ағылшын тіліндегі 70 символдағы хабардың ақпараттық көлемдерін салыстыр дейді. Значит, былай болады. Бұл жерде N1 бар. N1 ол бізде 64, мына жерде айтқан. N2 ол 32-ге тең деген. Екеуінде де 70 символ, значит K1 де K2 де 70-ге тең. И салыстыру керек I1 мен I2-ні все. В принципе, бұл жерде 64-тен шығарып алған 6 битті, 32-ден 5 битті шығарып алған. Дальше оны көбейткен 420, 70-ті 5-ке бөлген 350, екеуін бөле салған 1-де 2. В принципе, осы жерде тура шыққан, оны қайтадан шығарудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Лучше есептерді шығарып көрейік. Оңтүстік Америкада Амазонка өзен жағалауын мекендейтін үндістердің бүгінге дейін белгісіз болған бір тайпасы табылды дейді. Тайпаның бар болғаны 8 әріптен тұрады дейді. Тайпаның алфавиті бар болғаны 8 әріптен тұрады. Сонда бұл алфавиттің бір әріпі қанша ақпарат көлемін береді дейді. Былай жасап көрейік. Ұлдар дейік мынаны. Мынаны дейік, мынаны полындар дейік. Сонда былай жасайық. Бізде конкретно қазір данный момент алфавитінде дейді 8 әріп бар дейді. Сонда К бізде тең болып тұр 1-ге. Табу керек I деп тұрсақ. Бір әріпін деп тұр ғой, дұрыс па? Сонда бұл лайн табылады. N тең 2-ның x дәрежесі. Сонда бұл
8 тең болады 2-ның 3 дәрежесіне. Сонда x-ның мәні 3-ке тең. I тең k көбейтілген x. K-ның орнына 1-дір, 1-дің орнына x-ның 3-дір. Сонда жауап болады 3. 3 бит ақпаратқа тең болады. Значит, Амазонка тайпасындағы бір таңбасы 3 битқа тең деген сөз. Сонда x-іміз 3-ке тең, k-іміз 1-ге тең, и 3-ке тең, жауабы 3 бит болады. Тексеріп көреміз. Әрине дұрыс. Жер ғаламшарының даму кезеңдерінде бірнеше өркениет өмір сүрген, бір цивилизация өмір сүрген. Сол өркениеттердің бірінде бір хабардың символының ақпараттық көлемі 6 бит болған делік. Жоғалған өркениет алфавитінде қанша символ болған дейді. Бір өркениет болған, цивилизация болған, цивилизациядан бір әріпін тауған ғой. Бір әріпі 6 бит болған. Сонда жоғалған өркениет алфавитінде қанша символ бар екен, яғни алфавиті қанша символдан тұрған, соны тап деп тұр бізге. Бұл жерде сразу беріп қойған x тең 6, значит сразу бұны не істейміз, формула салмай-ақ 64 деп шығарсақ болады. Егер түсінбей жатсаңыздар, былай түсіндіре салу қиын емес. X тең болып тұр 6 дейді, табу керек n-ді. Сонда n тең 2x емес па? Бізде егер белгілі болса 2-ның 6 дәрежесі қаншаға тең? 64-ке тең. Сонымен шығады 64. Сонда алфавитінде 64 санға бит емес ешқашан. 28 символдық алфавиті бар үндістер тайпасының 30 әріптен тұратын хатын шабарман көрші тайпаға жеткізді. Ол қандай ақпарат көлемін жеткізді дейді. Мысалы айтайық, үндістер индийцтер ма или индустар ма, короче. Мен скорее индийцтер деп ойлаймын, потому что Америкада бұрын индийцтер мекен деген, да. Сол индийц тайпалары бір-бірімен дос болған, да. Сөйтіп жау шапқан кезде ол 30 әріптен тұратын, енді олардың әңгімелері сондай еді примерно. Бізге жау шапты, көмек керек деген сондай сообщение жіберген ғой. Сол сообщение 28 символдық алфавиттерінің ішіне теріп жазылған. Соның алфавиттік ақпараттық көлемі қанша деп сұрап тұрсыңдар сіздерден. Сонда x-ның мәні 7-ге тең. Не үшін 7-ге тең? Себебі 128 ол 2-ның қай дәрежесіне тең? 7, k бізде 30-ға тең. Сонда 7 мен 30-ды көбейтсе қаншаға тең? 210-ға тең. Жауабы бізде болады 210. Жауап беру. Так, 16 символдық алфавитте 512 символдық хабар қанша килобайтты құрайды дейді. Опа. I тең қанша, жауабы қанша дейді. Опа. Тема кеттік. Бетеміз. Қанша килобайтты құрайды. Опа. Біз бетейік. Опалап кеткенсің ғой. Опа. Америка, Европа дейсің ғой. Так. N-ның мәні берілі бізде. N-ның мәні бізде 16, осыдан K бізде 512 символдан тұратын не жіберілген сообщение какой-то. I-ды табу керек. Болды. I тең KX болады. I тең KX болады. Мына жерде 512 бар. Ана жерден көбейтінақтан ала саламыз. N тең 2x. Сонда 16 тең болады 2-ның 4 дәрежесіне. 512-ні 4-ке көбейтсек 2048-е тең. Енді 2048 бұлдың өлшем бірлігі бит болады. Осыдан бізге байтты табу керек. Байтты табу үшін ол бізде 8-ге бөлеміз, ал килобайтты табу үшін тағы да 1024-ке бөлеміз. Сонда 2048 бөлеміз 8-ге, ол 256, тағы да бөлеміз 1024-ке, сонда болады ол 0,25-ке тең болады. Сонда 0,25, мынаның жауабы да 0,25 килобайт болады. Жауап береміз. Артылмайды, ықтималдықпен. Жалпы ақпаратты өлшеудің екі түрлі әдісі бар. Ең біріншісі бұл алфавиттік әдіс, екіншісі ықтималдылық әдісі. Екеуі де бір формуламен шығарылады. Принципе, бұл жалпы былайынан ғой. Бұл тақырыпты қазір осыдан кейінгі сабақта өтеміз ықтималдылық туралы. Бұл жерде не үшін беріп болғанын түсінікті емес. Алфавит дегеніміз не? Алфавит дегеніміз ақпаратты ұсыну үшін қолданылатын шектелген символдар жиыны. Так, алфавиттің қуаттылығы нені өлшейді? Ол біздегі алфавиттағы символдардың толық санын өлшейді. Алфавитті өлшеуде қандай формулалар қолданылады? Бірінші формула n тең 2x, екінші формула I тең k көбейтілген x. Так, ақпараттың көлемін бұл бізде I болады.
I дегеніміз К ол, К көбейту X емес па? Так, 1024 мегабайт дегеніміз, ол бізде 1 гигабайт. 1 килобайт дегеніміз 1024 байт. 1 байт дегеніміз 8 бит. 1 мегабайт дегеніміз 1024 килобайт. Так, 100-де 100, 80 балл дейді. Так, осымен бүгінгі сабақ бітті. В принципе, жалпы есептердің бәрін қарадық. Түсінбей қалған сұрақтарыңызды комментарийға міндетті түрде қалдырыңыздар, оның бәрін шығарып беремін и түсінбеген жерлерді түсіндіріп беремін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.